Шымкент қаласы Мағжан Жұмабаев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 10 сынып оқушысы Романқұлова Аяна, жетекшісі Умирзакова Зульфия. Ғылыми жобаның мақсаты Әбіш Кекілбаевтың «Махаббат мұнарасы» шығармасындағы дерек сөздерді тауып, олардың қолданыс ерекшелігін анықтап, тақырыптық топтарға бөлу және оларды зерттеп, зерделеу арқылы мағынасын ашу. Зерттеу жұмысының ғылымилығы қай тілдің болмасын құрамында дәстүрлі норма болып қалыптасқан, жалпы халықтық деңгейде қолданылатын, баршаға ұғынықты әдеби сөздермен қатар түрлі өңірде түрліше айтылып келетін сөз тіркестері кездеседі. Мұндай сөз тіркестері мен сөздерді тілдік ерекшеліктер, яғни диалектизмдер деп атаймыз. Оны тіл білімінің саласы диалектология, дыбыстық, мағыналық тұрғыдан жан-жақты зерттейді. Тіл ерекшеліктері, яғни диалектизмдер, тілдің сөздік құрамында елеулі орын алатын тілдік жүйе екені бәрімізге белгілі. Сондықтан ұлттық тілдің құрамында енетін диалектизмдер туралы екіұшты қолданылатын ондай сөздер қажетсіз, олардан құтылу керек деген пікірден аулақ болғанымыз дұрыс. Талдау нәтижесінде Әбіш Кекілбаев шығармаларында қолданылатын диалектизмдердің пайда болу себептері қарастырылады. Әрбір көркем шығарманы оқу барысында бізге түсініксіз сөздер кездеседі. Бұл түсініксіз сөздерді біз диалектологиялық сөздіктен қарап, оның мағынасын ашуға біздің уақытымыз бірде болса, бірде бола бермейді. Осыған байланысты қазіргі таңда диалект сөздер қазіргі таңның өзекті мәселесі болып табылады. Тұтастай алғанда, Әбіш Кекілбаев шығармалары Маңғыстау өңірі ғана емес, барлық Қазақстан облысын және Қазақстан өңірін қамтиды. Жергілікті тіл ерекшеліктері, яғни диалектизмдер, тілдің сөздің құрамында елеулі орын алатын тілдік жүйе бірліктері екені белгілі. Әбіш Кекілбаев шығармаларында қолданылатын диалектизмдердің пайда болу себептері олардың басқа сөйленістерге қатысы анықталады. Фонетикалық, грамматикалық ерекшеліктерге ұшырасады. Тұтастай алғанда Әбіш Кекілбаев шығармалары Маңғыстау өңірі тұрғындарының өмірімен шектеседі. Әбіш Кекілбаев шығармасында осы диалект сөздерге байланысты етістікке қатысты диалект сөздер, сын есімге қатысты, зат есімге, табиғатқа, ыдыс-аяққа, киім-кешекке және де басқа да заттарға қатысты диалект сөздер кездеседі. Қорытындылай келе, жұмыстың басты нысаны ретінде Әбіш Кекілбаевтың «Махаббат мұнарасы» шығармасы алынды. Шығармада жергілікті тіл ерекшеліктерінің қолданылуы сол өңірдің ерекшелігін көрсетіп, шығарманың шынайылығын барынша аша түсті. Талдау барысында Әбіш Кекілбаевтың «Махаббат мұнарасы» шығармасында 70 диалект сөз тіркеліп, диалектологиялық сөздіктен және қазақ тілінің аймақтық сөздігінен мағыналары ашылды.